Қазақстанның кең аумағы заманауи жылдарды ғана емес, оларды жобалау мен қызмет көрсету барысында ғылыми көзқарасты талап етеді. Қазжолғызы бұл осы міндеттерді 65 жылдан бері шешіп келе жатқан институт. Жол саласындағы ғылымның көшбасшысы болып қала отырып, институт ел мүддесіне қызмет ете келе, тарихты, инновация мен озық технологияны байланыстырады. Бүгін біз институттың өткен мен бүгініне көз жүгіртетін боламыз. Мың 1959 жылы институт құрылған кезде республиканың күрт табиғи жағдайларында жолдарды салу және күтіп ұстау міндеттерін шеше алатын мамандандырылған ғылыми орталық қажет болды. Автономды жол ғылыми орталығын құру идеясы өсіп келе жатқан өнеркәсіптің қажеттіліктері үшін Қазақстанның автожол желісін кеңейту жоспарларымен және тың жерлерді игерудің ауқымды жобасымен байланысты болды. Қазжолғызы КСРО көлік құрылысы министрінің бүкіл одақтық жол ғылыми зерттеу институтының филиал ретінде құрылды. Ғалымдардың бірінші тобы елдегі жол ғылымының негізін қалады. Мамандар Қазақстанның инфрақұрылымы үшін аса маңызды сын тегеуріндер болып қалатын континенттік климат, таулы бедерлер мен әркелкі топырақтар үшін жол салу әдістері мен стандарттарын әзірледі. Озық зерттеулер жүргізуде Қазжолғызы республиканың ғылымы мен экономикасының дамуына елеулі үлес қосты. КСРО құрылғаннан бастап ыдырағанға дейін Қазжолғызы жол құрылыс ғылымының флагманы атағын ұстап тұрды. Институт ғалымдарының беделі мен ғылыми жұмыстары республикадан тыс жерлерде де танымал болды. Жылдары институт ондаған жылдар бойы жинақталған ғылыми әлеуетті сақтай алды. Оның қатысуымен салынған жолдар қазір Қазақстанды Орталық Азия және Еуропамен байланыстыратын ірі халықаралық көлік дәліздерінің бөлігі болып табылады. Біздің жобаларымыздың қатарында Медеу мұз айдыны, Алматыдағы ұшу-қону жолағы, Кіші Алматы айналма жолы және Қапшағай тас жолы секілді нысандар бар. Институт сонымен қатар Шақпақ Баба асуындағы ең ұзын екі жолды туннельдің, Астана-Щучинск автобанының және Батыс Қытай, Батыс Еуропа трансконтинентальдық автомагистралінің құрылысын сүйемелдеді. Бұл жұмыстарды мақтанышпен айта аламыз. Бүгінгі таңда Қазжолғызы бұл дәстүр мен тәжірибе ғана емес, сонымен қатар Қазақстан жол саласының дамуын айқындайтын жаңа технологиялар жиынтығы. Институттың дамуына Алматыдан Астанаға көшуі жаңа серпін берді. Еліміздің тәжірибелі жол ғалымдарының негізгі қаңқасын жол саласын цифрландыруға және инновациялық материалдарды енгізуге баса назар аударған өршіл жас мамандар күшейтті. Қысқа мерзімде бірқатар жаңа ақпараттық жүйе мен цифрлық деректер базасы құрылды. Жол құрылыс материалдарының бірыңғай базасы, көпірлерді пайдалану жүйесі, жол желісін басқару жүйесі және жолшы базасы үлкен деректермен жұмыс істеудің ашықтығын, жылдамдығы мен дәлдігін қамтамасыз етеді. Сапасыз және жарамсыз материалдардың лоббизмін болдырмайды. Институттың Q-Smart брендімен жаңа әзірлемелерінің желісі кеңеюде. 2024 жылы бұл инновациялар тәжірибелік телімдерде сынақтан өтіп, нарыққа шығуға дайындалуда. Жаңа материалдар кез келген климаттық сын тегеуріндерге төтеп бере алады және қауіпсіз әрі берік жолдарды қамтамасыз ете отырып, Қазақстандағы жол құрылысына көзқарасты өзгерте алады.
Бұдан басқа, әлсіз жыныстарды нығайту және техногендік қалдықтарды жол негіздері мен жамылғылары үшін қатты материалдарға айналдыру бойынша Қазақстан үшін өзекті ғылыми жобалар жалғасуда. Суперасфальт технологиясын енгізу дайындалуда. Институттың ғылыми әлеуеті артып келеді. 2024 жылы 10 қызметкер ғылымның дамуына үлес қосып, Қазжолғызы өз қызметінің басқа да негізгі бағыттарын дамытуда. Ғылыми сүйемелдеу және жобалау. Институт жолдарды салуды, қайта құруды және жөндеу жұмыстарын сүйемелдейді. Қазақстандық жолдардың ең жоғары стандарттарға сай болуы және уақыт сынағына төтеп беру үшін жобалар мен технологияларды әзірлейді. Жол инфрақұрылымын электрондық сканерлеу және паспорттау. Институт мамандары 16 000 шақырымнан астам жолды цифрландырды. Қазжолғызы 2024 жылы Қазақстан автожолдарының бірыңғай электрондық базасын толтыруға кірісті. Бір жыл ішінде цифрлық паспорттау елдің 4 аймағындағы жергілікті жолдарды толығымен қамтыды. Көпір құрылыстарын цифрландыру. Институт мамандары көпірлерді пайдалануды басқару жүйесінің электрондық базасына цифрлық модельдерді енгізу үшін озық жабдықтар мен фотограмметрия технологиясын пайдалана отырып, республиканың көпірлерін жоғары егжей-тегжейлі 3D сканерлеуді бастады. Бұл қазақстандық жолшылар алдында көпір нысандарының өмірлік циклін басқару үшін жаңа мүмкіндіктер ашады. Инновациялық материалдар. Қазжолғызы зертханасы суперасфальт технологиясын енгізуге дайындық барысында белсенді көмектесуде. 2024 жылы еліміздің 300 асфальт бетон зауытының ел үшін жаңа стандартқа сай битум өндіруге дайындығы тексерілді. Сонымен қатар, зертхана мамандары өткен жылы 200 тас карьері туралы деректерді цифрландыру үшін материалдарды таңдап зерттеді. Білім беру және біліктілікті арттыру. Заманауи бизнес үлгілерге көшумен Қазжолғызы құзыреттілікті дамыту орталығына біліктілікті арттыру курстарының танымалдығы артып келеді. Орталықтың зерттеулері көлік құрылысы бакалавриат бағдарламасын жандандыруға және мамандарды даярлауға гранттар бөлуге ықпал етті. Халықаралық ынтымақтастық. Институт Қытайдың, ақш-тың, Еуропаның және ТМД-ның жетекші ғылыми орталықтарымен серіктестікті кеңейтуде. Сондай-ақ әлемдік озық тәжірибелерге қол жеткізуге мүмкіндік беретін дүниежүзілік жол қауымдастығының мүшесі болды. Ғылыми дәстүрлерді озық технологиялармен ұштастырған ғылыми жол институты Қазақстанның мүддесіне қызмет етуді жалғастыруда. Бұл жол құрылыс саласының тұрақты дамуының нышаны. Инновациялар мен ғылымға деген адалдығының арқасында институт Қазақстанның инфрақұрылымын дамытудағы маңызды серіктес болып қала береді. Институттың озық тәжірибесі мен әзірлемелері Қазақстанда ғана емес, басқа елдерде де қолданысқа ие және қауіпсіз әрі берік жолдарды жасауға шабыттандырады. Бұл еңбегіңізге қолдау көрсеткендердің барлығына алғыс айтамыз және алдағы уақытта жаңа жетістіктерге қол жеткізетінімізге сенімдіміз.